Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі келіп жеткен сіздерді тәуелсіздік мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын достар. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз мәңгілік болсын. Бүгінгі видеода енді біз тайный игрок ашатын боламыз. Достар, WhatsApp группама кірсеңіздер болады. Ссылкасын описание қалдырып кетемін. Және де біз 1000 подписчикке сәл ғана қалдық достар. Небәрі 100 подписчик. Тезірек жазылып кетейік. Жазылмаған достар болса 1000 подписчикке тезірек жеткізіп тастайық. Турнир ойнататын боламын достар. Тек сіздерден қолдау ғана күтемін. Ой болса мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Ал міне достар, Барселона мен Ливерпуль арасында матч басталды. Таяқ жерге тасталды. Так, бұл жерде Месси алға жетелік біле жатыр еді. Доп тартып алды Араухо, Бальде. Бұл жерде Неймар допты қайттан тартып алды, тағы тартып алды. Неймар алды қарай асырған пас. Де Брюйне тамаша жылдамдықпен жүйткіп келе жатыр. Алыстан бағытталған соққы. Тер Штеген шыбын шаққан құрылы көрмеді. Бұл жерде Гарсия жаңа шабуыл бастамақшы болып еді. Де Брюйне допты тартып алды. Тамаша соққы, гол достар. Есеп 1-0. 15-ші минутта есепті ашып кеттік. Кейлер Навастың қалай қуанып жатқанын қараңыздар достар. Тамаша, бұл жерде Эрик Гарсия қателесті. Өтте өрескел қателік жіберді достар. Де Брюйненің Неймарға асырған пасы. Неймар тамаша жылдамдықпен жүйткіп келе жатыр. Неймар, Беллингхэм тамаша скидка жасады. Соққы және гол достар. Де Брюйне дубль жасап жіберді. Беллингхэм тамаша допты қалдырып кетті скидка жасап. Бұл жерде енді Неймардың еңбегін айтпасақ болмас. Жалғыз өзі оборотаны алып, жалғыз өзі алып шықты бәрін. Так, шабуылдамыз. Каутиньо, Де Брюйнеге пас. Де Брюйне топтан айырылып қалды. Каутиньо тағы да айырылып қалды. Неймар бұл жерде көмекке келген. Каутиньо пас. Соққы, гол достар. Де Брюйне қалай алыстан пушка жіберді. Қараңыздар. Қарамай, айналмай. Қалай келді, тоқтатпай сразу тепті. Тамаша соққы. Әдемі гол. Каутиньо бұл жерде тағы да шабуылға шығып келе жатыр. Және Каутиньо қарсы ереже бұзылды. Тореге сары қағаз көрсетілді ереже бұзған үшін. Месси өз айыпты теппей Де Брюйнеге мүмкіндік берейін деп тұр. Де Брюйне дәлдеп алды. Соққы жасады және қақпадан сәл ғана биік кетті достар. Бұл жерде Де Йонг Дибалаға пас. Дибала біреуін алдап өтті. Екіншісінен өтті Дибала. Үшеуінен төртеуден өтіп соққы, гол. Достар, мынау әдемі гол болды. Дибаланың стиліндегі гол. 5 ойыншыны шырайын алдырып тұр. Гол соқып бітті міне. Дибала деген осындай ойыншы достар. Голды бағалап бітіңіздер. Ансу Фати алаңға шығып жатыр. Лука Модрич соңғы минуттарда алаңға шықты. Чилвелл топты ойынға қосты. Бұл жерде Торе жаңа сары қағаз алған ойыншы. Мына жерде соққы, бірақ Навас өз орнында. Кешірім сұраймын достар. Навас өз орнында. Торестің асырған пасы. Бұл жерде Варан баспен тамаша алып шықты. Осымен достар, бүгінгі матчымыз аяқталды. Есеп 5-0. Матчтың үздік ойыншысы әрине бұл Де Брюйне достар. Видео ұнаса сіздерге лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Тезірек 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.